Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздермен авокадо жайында пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Авокадо тропикалық елдерді мекендеушілердің сүйікті әрі маңызды жемістерінің бірі. Оның жабайы түрлері белгісіз. Ал жеміс өзінің шығу тарихы үшін орталық Америка тайпаларына қарыздар екен. Нақтырақ айтсақ, авокадо бірнеше түрлердің будандастырылуы арқылы Мексика жерінде пайда болған. Үндістер оны осыдан 7000 жыл бұрын өсіре бастады. Авокадо өзінің құрамындағы ақуыз бен өсімдік майының арқасында адамдардың күнделікті пайдаланатын тағамдарының біріне айналды. Тіпті орталық Америкадағы кедей отбасылар авокадоны және жүгері тандыр нанын негізгі тағамдар ретінде таниды. Авокадо сөзін ең алғаш рет еуропалықтар қолданған екен. Міне қызық, авокадоны қолтырауының алмұрты деп атайтын елдерде бар екен. Дәл қазіргі уақытта авокадо оңтүстік Америкада, Мексикада және Еуропаның оңтүстік аймақтарында өсіріледі. Авокадо инфаркттың алдын алып, күйзеліспен күресуге көмектесе алады және терінің жазылуына әсер етеді. Көптеген адамдар авокадоны көкөністің қатарына жатқызады. Шын мәнінде ол жеміс және оның десертке, тәтті тағамдарға, қышқыл дәмді тағамдарға пайдаланады. Әрине, оны шикі қалпында жеуге де болады. Ол үшін жемісті айналдыра кескілеп, екіге бөлу керек. Нағыз піскен авокадо шырынды, дәмі, тәтті болып келеді. Авокадоны талдан қатты, жақсы піспеген күйінде жұлып алады, сатылымға жібереді. Жемістер 1-2 күн тұрғаннан кейін жетіліп, өте жұмсақ бола түседі. Саусағымызбен басқанда із қалуы керек. Қараңғыда жақсы сақталады. Көп адамдар бұл жемісті нанға жағып жегенді ұнатады. Салатпен, сорпамен, санароғлақтар мен қышқыл тағамдармен тіске басар ретінде қосып жеуге де болады. Авокадоның сүйегі мен жапырағының құрамында жануарлар үшін аса қауіпті. Адамдарға да зиянын тигізе алатын токсиндік заттар бар. Бұл токсиндер ас қорыту жүйелеріне қиындықтар әкеліп, аллергиялық реакциялар тудыруы мүмкін. Авокадо бар сэндвичтер жеңіл таңғы асқа да, мерекелік үстелдегі суық тағамдарға да жарайды. Мамандар суық мезгілде авокадо жеуге кеңес береді. Өйткені ол иммундық жүйеге керемет оң әсер етеді. Д және Е витаминдері майда еритін витаминдер болып табылады. Ал авокадодағы майлардың арқасында олар біздің ағзамызда дұрыс және тез сіңеді. Авокадо құрамында өмірді ұзартатын, жүрек тамыр жүйесін нығайтатын, дененің барлық процестеріне, тіпті гормоналды процестерге қатысатын полиқанықпаған май қышқылдары мен басқа да майлар бар. Қоректік заттардың жоғары болуына байланысты авокадо медицинада кеңінен қолданылады. Бұл қан түзілуін жақсартады, жүрек және қан тамырларының жұмысына жағымды әсер етеді, холестеринді жояды. Авокадо ісіктер мен ісіктердің даму қаупін азайтады, иммундық жүйені күшейтеді, тиімділікті арттырады. Бауыр мен бүйректердің жұмысын жеңілдетеді, токсиндерді ағзадан тазартады. Авокадо ерлер мен әйелдердің денсаулығына өте пайдалы. Авокадо косметологияда қолданылады. Ол теріге, кірпіктерге, шашқа және тырнақтарға маска дайындау үшін ингредиент ретінде пайдаланылады. Ол терінің иммундық жүйесін жақсартады, оны құрғақтықтан қорғайды, әжімдердің пайда болуын болдырмайды. Авокадо жоғары калориялы өнім. Қазіргі уақытта бұл жұмсақ және шырынды экзотикалық жеміс, оның керемет қасиеттері үшін бүкіл әлемде бағаланады. Авокадо әр түрлі пішінде болуы мүмкін, алмұрт тәрізді, сопақ немесе сфералық, ұзындығы 22 сантиметрге дейін жетеді. Бұл жемістер қараңғы жасыл қабығы мен сары майлы майы бар. Ұрықтың ортасында жеуге болмайтын сүйек, өйткені ол құрамында көптеген зиянды заттар бар. Авокадо жетілмеген жағдайда оны бөлме температурасында ұстауға болады, бірақ ол тоңазытқышта болмайды, себебі ол нашарлауы мүмкін. Авокадо құрамында калий көп, талшыққа бай және диеталық тамақтану үшін пайдалы, холестерин деңгейін төмендетеді. Қоректік заттардың сіңуін жеңілдетеді, антиоксиданттармен қаныққан, жыныстық қатынасты жоғарылатады. Авокадо құрамында қанықпаған май қышқылдары көп.
Пайдалы қасиеттердің көптігіне қарамастан, авокадоны мөлшерде қолданған жөн. Бұл аллергия тудыруы мүмкін. Достар, бүгінгі сіздерге дайындаған авокадо туралы, авокадоның пайдасы мен зияны туралы пайдалы ақпаратым осымен тәмам. Видео наса соңына дейін қарап, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жансая, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.